Сәлем достар, A жаттығуларын орындайтын боламыз. 608 есепте ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырамыз. 0,33 көріп тұрғандарыңыздай 0 болса бүтінін жазбаймыз. Бірден кейін 2 0 береміз. Бөліміне 100, алымына 33-ті жазамыз. Екінші есепте 0,186 демек 0 бүтіні жазылмайды, алымына 186 түседі. 186 жай бөлшегі шығады. Үшінші есепте 0 бүтіні жазылмайды, бөліміне 10.000. Өтірден кейін сандарды алымына жазып аламыз. Сонда 10.000-нан 9.345 саны шығады. Төртінші есепте бүтіні жазылмайды, 100 0,7 алымына барып түседі. Бізде санның алдына 0 жазылмайды, сондықтан 100-ден 7 деп жазып аламыз. Бешінші есепте өтірден кейін 3 сан тұр, сондықтан 1000 0,22 алымына түседі. 0,22-де 0-ні алып тастасақ, 1000-нан 22 саны шығады. Алтыншысында өтірден 3 сан тұр, демек 1000-ды үлес 0,01 алымына жазылады. Бізде 0-дерді алып тастасақ, санның алдындағы 1000-нан 1 жай бөлшегі шығады. Жетінші есепте 0,1000-нан 304. 0 жазылмайды, 1000-нан 304 бөлшегін жазып аласыңдар. Қарап отырсаңдар 5 пен 8 есебі ұқсайды. Демек бізде жауабы 1000-нан 22 саны шығады. 9-шы есепте 0 бүтіні жазылмайды. Бізде 5 сан тұр. 5 сан білесіңдер, 100 000-дық үлес. Алымына өтірден кейін сандарды жазып аламыз. Тең бөліміне 100 000, алымына 804 санын жазып аламыз. Сонда 100 000-нан 804 саны шығады. 609 есепте ондық бөлшекті аралас санға келтіреміз. 5,10-нан 3 ондық үлес, алымына 3 түседі. 0,100-ден 7, 0 бүтін жазылмайды, 100 бөліміне 7 алымына барып түседі. 100-ден 7 бөлшегі шығады. Үшіншісінде 15 бүтіні болады, 9 бізде 10-дық үлес, демек 10-нан 9 бөлшегін жазамыз. Төртіншісінде 101 бүтіні болады. Бізде 1 100-дік үлес, сонда 100-ден 1 бөлшегін жазамыз. Бешіншісінде 237 бүтіні, 1 бізде 1000-дық үлес, демек 1000-нан 71 бөлшегін жазамыз. Алтыншы есепте 89 бүтіні болады. 5 бізде 1000-дық үлес, демек 1000-нан 5 саны жазылады. Жетінші есепте 18 бүтіні, бізде 4 10 000-дық үлес, бөліміне 10 000, алымына 404-ті жазып аламыз. 8-ші есепте 901 бүтіні, 1 бізде 10 000-дық үлес, демек 10 000-нан 901 бөлшегін жазамыз. 1000 бүтіні болады, ал 1 бізде 10 000-дық үлес. Демек 10 000-нан 1 жай бөлшегін жазамыз. 610 есепте дұрыс теңдікті табамыз. Бізде 100-ден 81 дұрыс. Екінші есепте 1000-дық үлес, демек қате. Үшінші есепте 29 100-дік үлес, теңдік дұрыс. Төртінші есепте 257 1000-дық үлес, демек есеп теңдігі дұрыс. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар.